Қасқыр, қасқыр, хыйт, хыйт, қасқыр деп меч итін шақырып тұр еді. Ербин екі саусағын аузына сұғып тұрып, қатты ысқырып жіберді. Бұлар тұрған жерден аз жоғарыда шөп шары қалың шыққан бір жүндес төбешік бар еді. Соның жота жағына шөп судырлап қурай сынғандай болды да, бір кезде төбе басында қасқырдың басы мен кеудесі көріне қалды. Шығысымен бір кішкене тасты аяғымен түртіп домалатып жіберіп, сол медждің алдына барып түскенше құлағын тігіп тұрды. Содан соң қасқыр өзінің иелеріне қарап, аузын ашып, жоғарыдан тұрып жымиғандай болды. Мына екеуі де дауыстап: "Әй қасқыр, қасқыр, неткен жақсы қасқырсың сен" десті. Бұл үндерді естігенде ит құлағын жымитып, басын төмен салды. Бір көзге көрінгісіз қолға өзін сылатып сипатып тұрған тәрізді. Қасқырдың бұлар келе жатқан соқпаққа түскен болып қиялап кеткенін иелері көріп қалды. Бірер минуттан соң ол бір мүйістен сумаң етіп шыға келіп жолға түсті. Сырғанай түскен ізінен ұсақ тас пен топырақ қоса ағылған еді. Иелерінің еркегі мұны арқаға қағып, құлағының түбін қасығанда әйелі одан ұзағырақ еркелетті. Аздан соң қасқыр соқпаққа түсіп алып алға қарай шауып жөнелді. Аяғы жерге тиер-тимес боп ешбір күш салмай нағыз қасқырша жүгіреді. Дене бітіміне, жүндестігіне қарағанда да бұл нағыз үлкен орман қасқырының өзі еді. Ит тигізетін жалғыз-ақ жүнінің түсі. Қасқыр жүні бұлыңдес болмайды. Оның сырты қара қоңырлауда, бауырымен шап түсіп қызғылт жирендеу, бүйірі шабдарлау еді. Мойны ақ мойнақтау болса да онысы айқын емес. Көзі алдына іріңденіп тұратын. Әлгі еркек пен әйел бұл итті аса жақсы көрісетін. Тым жақсы көрулеріне бір жағынан иттің бұларға тез үйір болмауы себеп болған сияқты. Қасқыр бұлардың таудағы үйіне әлдеқайдан өздігінен келді. Ашығып, бұралып келісімен бұлардың көзінше бір үй қоянын жеп қойды. Содан өзенге қарай бұралып барып, бір қарағат түбірінің көлеңкесіне жатып қалды. Артынан вот Ербин шақырусыз келген қонақтың жайын білейін деп барып еді. Ырылдап маңайлатпады. Біраздан соң воттың әйелі меч үлкен тегесті сүтпен нанға толтырып сыбаға апарып еді, оған да жаңағыдай ырылдады. Қасқыр кісіге үйір болмайтын қияс төбет боп шықты. Еркелеткенің керек емес. Бір жерін сипайын десе тісін ақситып, жүнін үрпейте қоя береді. Бірақ сөйтсе де кеткен жоқ. Өзен жағасында жатады да ұйықтай береді. Әкеп қойған тамақтан түк қоймайды. Бірақ өзі жалғыз қалғанда ғана жейді. Бөгелгені қатты арығандықтан болу керек. Сонымен біраз күн өтіп әлжиіп алған соң жоқ болып кетті. Осымен іс бітуге де мүмкін еді. Бірақ осы штаттың терістік жағында Ербиннің бір шаруасы болып соған жолға шықты. Жолда Калифорния мен Орегон арасындағы шойын жолдың бір станциясына терезеден қарап тұрса, өздерінің әнеугі қонағы жол жағалап жортып келеді дейді. Қасқыр бітімдес қоңырқай ит. Өзі шаршаған, үстін шаңбасы былғанған, бірақ қажу жоқ. 200 шақырымдай жол жүріпті. Келесі станцияда Ербин поездан түсіп, қаланың шетіндегі қасапшыдан ет сатып алып, жаңағы қаңғыбасты ұстап апты. Қайта қайтқан сапарда қасқыр багаж вагонына мініп қайтыпты. Сонымен таудағы үйге қасқыр қайта оралып келді. Бұл жолы оны бір жұмадай шынжырлап қойысты. Ері мен әйелі кезек-кезек күтіп барынша құштар болды. Бірақ бұлар барынша жақсы көріп сөйлесе де ол ылғи ырылдап қоя береді. Бөтенісі бойына дарытпайды. Өзі еш уақытта үрмейді. Мыналар бірде-бір үрген дыбысын естімеді. Оны бойға үйір қылу өте ауыр болды. Бірақ Ербин осындаймен арпалысуды жақсы көруші еді. Ол қарғы жасатып соған Калифорния, Санама өлкесі, Глин Эллендегі вот Ербинге қайтарылсын деген жазу жаздырып, иттің мойнына кигізді. Содан кейін шынжырдан босатып еді, ит сол сәтте жоқ болды. Арада бір күн өткен соң Мендошино өлкесінен телеграм келді. 20 сағат шамасында қасқыр 100 шақырым жерге кетіпті. Беті ылғи терістік. Жолда ұстап алмаса кете беретін. Оны жүк пойызымен тағы қайта келді. 3 күндей шынжырда тұрып, 4-ші күн босатқанда тағы қашты. Бұл жолы Орегонға жеткен жерінен ұстап қайтарыпты. Келесі жолы қашқанда бұл қаңғыбас Калифорнияның жарымын кесіп өтіп, Орегон штатынан асып, Вашингтон штатының да көп жерінен асқанда барып ұсталыпты. Жүрісінің жылдамдығы тіпті ғажап. Тынығып, тамақтанып, әлжиіп алған сайын шырғап жөнеледі. Қашатыны ылғи терістік. Бірденге бастағандай ұдайы солай тартады. Ақыр аяғы бір жыл бойы қаша-қаша құтылмайтын болған соң әйтеуір кеп көнді. Бір кезде терезесінің түбіне кеп асыранды қоянды жеген таудағы үйді енді мекен етті. Сонда да еркелетуге көп заманнан соң барып көнді. Ербин мен әйелі бұған жеткенде қатты қуанысты. Өйткені бұлардан өзгені маңына дарытпайтын. Өзі кісіні талғайды. Бұл үйге кеп жүретін адамның бірде-біріне жылы ұшырамайды. Бөгде кісі маңайласайын десе ырылдай қоя береді. Кейбіреулер еленіп жабыса берсе, қасқыр ерінің ыржитып азу-тісін көрсете бастайды, гүрілдей бастайды. Бұдан көрші ферманың барлық иті қорқатын.
Өйткені олар жай иттің ырылдағанын естігені болмаса, қасқырдың үнін естіген емес еді. Ербендер қасқырдың бұрынғы иесі кім екенін біле алған жоқ. Бұларға ұста кеп тұратын көрші әйелге мисс Джонсон бұл Клондайкайдан шыққан ит дей беретін. Оның сол жақта тұратын ағасы бар еді де, бұл әйел ол өлкенің барлық жайын білетін кісі болып сөйлеуші еді. Бірақ онымен бұл жөнінде дауласқан кісі де болған жоқ. Шынында қасқырдың екі құлағының ұшы бір кезде қатты үсіген екен. Сол жарасы әлі күнге жазылған жоқ. Түсіне қарағанда да бұл газет журналдарға суреті басылып жүретін Аляска иттеріне ұқсайды. Вот пен Медж мұның қиыр терістікте өткен бұрынғы өмірін өздерінше әңгіме ететін. Иттің сол жақтағы сағынатынына бұлар күдіктенбеуші еді. Өйткені ол кей түндерде ақырын жылайтын да, кейде теріс, кейде жел соғып, күн суыта бастаса мұның тынышы кетіп, үн салып, мұңайып ұлдай бастаушы еді. Бірақ ешбір уақытта үрмейтін. Өздеріне үйір қыла жүріп, Ербен мен Медж қасқыр бұлардың киіміне тиісті, кімнің жақсы көреді деген жайды көп таласатын. Екеуі де өз жағын жақтап, қасқырдың азғантай жылы ұшырағаны болса, соған мәз болып айтысатын. Әуелде Ербен жағы басым болды. Оның себебі мұның еркектігі. Теге қасқыр өз өмірінде әйел күтімін көрмеген болу керек. Тіпті әйел дегенді түсінбейтін. Сондықтан Междің ұзын көйлегі оған бір ырабайсыз нәрсе болып танылды. Оның судырының өзінен де қасқырдың жота жүні үрпиіп кететін, ал желді күні Межді тіпті маңайлатпайтын. Бұған тамақты ылғи Медж береді. Медж ас үйде жүрген сағаттарда қасқыр есік алдында мұны ұдайы тосып тұрады. Сонымен келе-келе ұзын көйлекті жақтырмайтынын қойды. Осыны байқаған соң, Вот өзі жазып отырғанда қасқырды қасын жатқызып қоятын болды. Соған үйретем деп жұмысына бөгет тауып алса да, ол қасқырды еркелетіп оған тіл қатып та отыратын. Ақыр аяғында не болса да Вот жеңді. Бір күні бұлар сейіл құрып соқпақпен келе жатыр еді. Қалың түп тоғайдың арасымен бір жіп-жіңішке су ағып жатыр екен. Сол судың соқпақта кесіп өтіп жатқан жеріне бұлар жете бергенде төмен жақтан бір дыбыс естілді. Аяғын дүрс-дүрс басып келе жатқан жаяудың дыбысы екен. Андасында тас-та сылдырлайды. Бір мүйістен кісінің өзі де көрінді. Тер басқан, жалаң бас, бір қолына жалаңаш шляпасы мен ақ жағасын ұстап, бір қолымен бетін сүртіп келеді екен. Жағасын жаңа шешіп қолын алған сияқты. Денесі сұлу, кесек адам екен. Бұлшық еттерінің қайратты қозғалыстарынан жаңа костюмі тырсылдап айырылып кететін сияқтанады. Вот амандасу ретінде тіл қатып, "Күн ыстық" деді. Жүргінші тоқтап бас изеп, "Мен ыстыққа үйренгенім жоқ" деп ақталайын деген кіші маған жайлысы аяз деді. Вот күліп, "Бірақ біздің жерде аязды таба алмайсыз" деді жүргінші. "Өзім де солай ойлаймын, табам деп дәмеленіп тұрғам жоқ. Жалғыз-ақ қарындасымды тапсам болар еді. Оның қайда тұратын әлде сіздер білмес пе екенсіз? Аты жөні Джонсон, Уильям Джонсон деген әйел" деді. "Япыр-ау, сіз әлде оның Клондайкайдағы ағасысыз ба?" деп Медж бұған қадала қарап. "Ол сіз туралы бізге көп әңгімелер айтып еді" деді. "Сол ағасы менмін" деп жүргінші баяу ғана жауап қатып. "Менің атым Миллер, Скайп Миллер. Хабар-ошарсыз бірақ келіп қарындасымды таң қалдырмақ едім" деді. "Сіздің бетіңіз тура, мынау жаяу соқпақ апарады" деп Медж сайған нұсқап, "Анау найзағай сындырған ағашты көрдіңіз бе? Соның қасынан жол оңға бұрылады. Қарындасыңыздың үйіне ең жақын жол сол, адаспайсыз" деді. Ана кісі, "Үлкен рахмет ханым" деп бұрылып енді жүрмекші болды да, бірақ қайтадан тоқтай қалды. "Медж, біз сіздің Клондайканың жайын естісек жақсы болар еді. Қарындасыңыздікіне біз бір күн баруға болар ма екен? Әлде тіпті дұрысы біздікіне түскі тамаққа кетсеңіз қайтер еді" деді. "Үлкен рахмет ханым" деп жүргінші қысылғандай болып тағы алғыс айтып артынан жедел. "Бірақ мен көп тұрмаймын. Мен теріске қайтуым керек. Түнгі пойызбен кетемін. Билетім де әзір" деді. Медж оныңыз жайсыз екен дегендей жауап қатқанда, ана кісі өз бетіне қарай жүре берді. Бағанадан бері тоғай арасында жортып жүрген қасқыр дәл осы кезде көрінекке шыға келіп еді. Скайп Миллер жүзі жарқ еткендей болды. Ол итке қадалып қарап қалғанда, барлық денесі бір нәрсеге қатты ғажаптанғанын белгісін білдіргендей еді. Жай салмақты үнмен, "Міне ғажап" деді. Мұның үні шыққанда қасқырдың екі құлағы жымиып, езуі күлгенге ұқсап ыржия бастады. Ол жүргіншіге таман жүгіріңкіреп кеп қолын иіскелеп жалап алды. Скайп Миллер иттің басын сипап қойып, тағы да жай салмақты үнмен, "Міне ғажап" деп тұрып, "Ғафу етіңіз ханым, мен бек қайран болдым, білдіңіз бе" деді. "Біз де аң-таңбыз" деп Медж үн қатып. "Біз қасқырдың бөтен кісіге бүйткенін көріп тұрғанымыз осы" деді. "Сіздер мұны қасқыр атандырғансыз ба" деді Скайп Миллер. "Иә, бірақ мен түсінбеймін. Осы сізге неге еркелеп тұр, әлде сіздің Клондайкадан келгеніңізден бе екен? Білесіз бе, мұның өзі де Клондайкадан шыққан ит." Миллер салғыртқаны, "Иә ханым" деді де қасқырдың алдыңғы бір аяғын қолына алып табанына басып қарап тұрып жұмсап кетіпті. Көптен міз баспаған көрініп тұрды.
бәтір-ау, қасқырдың осыншаға еріп келіп тұрғаны несі деп оттан қалды. Скайп түрегелді. Жаңағы дөкірлік пішіннен із де қалмапты. Енді іскер адамша қысқа қайырып, сіздерге қашан келді деді. Дәл осы уақытта мұның аяғына сүйкеніп тұрған ит тұмсығын көтеріп үріп қоя берді. Қуанып үрген тәрізді. Шолақ-шолақ қайырып жат түрде үрсе де мұнысы нағыз үру. Міне мынауың бір жаңалық екен деді Скайп Миллер. Бот пен Меч бір-біріне қарай қалды. Таңғажайып қасқыр үріп тұр. Оның ең алғаш үргені осы деді Меч. Рас,